Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қытырлақ баклажан деп аталынатын ең оңай әрі ең дәмді салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видео рецепт соңына дейін қарап, бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған баклажандарымызды видеодағыдай үлкен етіп 4 бұрышты кубик формасында турап аламыз. Дайын болған туралған баклажандарымызға аз ғана тұз салып, араластырып, 10 немесе 15 минутқа қойып қоямыз. Баклажанымыз дайын болғанша салатқа керек помидорымызды дәл видеодағыдай турап аламыз. Помидорымызды турап болған соң, жуып тазаланған кинзамызды дәл видеодағыдай турап аламыз. Дайын болған баклажанымыздың артық суын төгіп тастап, кукурузный крахмалымызды салып, араластырып, қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Салатымызды бірден жинайтын боламыз. Салатымызды қабат-қабат, яғни слой-слой етіп жинаймыз. Қуырылған баклажанымызды салып, үстінен помидорымызды және кинзамызды бірінен соң бірін салып отырып жинайтын боламыз. Салатымызды қабат-қабат жинаған соң, үстінен творожный сыр қойып шығамыз. Салатымыз дайын, үстінен бальзамический соус құйып, ыстықтай ұсынатын боламыз. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер және бағалап кетуді ұмытпаңыздар.